Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Маған чак-чактың тестасы өте ұнады. Дәмі ерекше дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ұсынатын болсаңыздар, дастарханда сәнді әдемі болып көрінеді. Керек заттарды төменге описаниеға жазып қоямын. Бізге қажет заттар: су, ұн, разрыхитель, сары май, жұмыртқаның сарысы, қаймақ және де тұз қажет. Ең алдымен ыдысқа суды құйып аламыз, үстіне қаймақты және де сары майды саламыз. Одан кейін үстіне тұзды және жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Сары май бөлме температурасында еріген сары май болуы қажет. Бәрін біркелкі масса болғанша сәл-сәл қасықпен майларды езіп араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді електен өткізіліп дайындап алған ұнға разрыхительді қосып араластырып аламыз. Ұнды салып қамыр илейміз. «300 грамм ұнды салып, басында қасықпен араластырып алып, одан кейін қолмен илеуге болады. 300 грамм ұнды қосып, міне илегенде осындай жұмсақ қамыр болды. Ары қарай қажет мөлшерде ұн қосуға болады. Ең бастысы, қамырымыз жаюға ыңғайлы болғаны дұрыс. Яғни қатты болып кетпеуі қажет және де жұмсақ жаюға ыңғайсыз болмауы қажет. Яғни орташа болғанша ұнды қоса беруге болады. Міне менде осындай қолға жабыспайтын, жаюға ыңғайлы қамыр шықты. Холодильникке жарты сағатқа салафанға салып қойып қоямыз. Холодильникте жарты сағат тұрды. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Өзімізге жаюға ыңғайлы етіп 3 немесе 2 бөлікке бөлуге болады. Мен осы қамырдың 1/3 бөлігін алып, қазір сіздерге қалай жасайтынымды көрсетемін. Қалған бөлігін кейінірек пісіремін. Ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен қамырды жайып аламыз. Қамыр өте қалың болмауы қажет және де өте жұқа болып кетпеуі қажет. Осындай домалақ форманың көмегімен кесіп аламыз. Бұндай форма болмаса, міне қалыңдығы осындай болуы қажет. Бұндай форма болмаса, стаканның көмегімен кесіп ала беруге болады. Міне осылай барлығын кесіп аламыз, одан кейін төртеуден қойып шығамыз. Домалақтарды 4-4еуден қойып шығамыз. Ары қарай видеодағыдай қайталаймыз. 4еуін алып аламыз. Щетканың көмегімен осылай щетканы суға батырып, ортасына осылай жағып шығамыз. Одан кейін осындай таяқшаның көмегімен екі жағынан да басып шығып біріктіреміз. Ортасына осылай су жақпай өзін біріктіретін болсақ, майға қуырғанда әрқайсысы бөлек-бөлек болып ашылып кетеді. Жаңағыдай барлығын дайындап алдым. Осыны істеп жатқан кезде майды қыздырып дайындап қойған дұрыс. Қатты қызып тұрған майға салып қызарғанша ұстаймыз. Негізі 2 адам істеген ыңғайлы болады. Өйткені арасына су жаққаннан кейін тез-тез қуырып алған дұрыс. Келесі бетін аударып, қызарғанша ұстап, майдан түсіріп аламыз. Сироп дайындаймыз. Су, қант, лимонның суын қосып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 2 минуттан кейін оттан аламыз. Осы сироп жаңағы тестаның бәріне жетеді. Сироптың кішкене бөлігін осылай ыдысқа құйып алдым. Енді чак-чакты бір-бірден батырып, тарелкаға жинаймыз. Немесе осы сироптың орнына таза балды ерітіп пайдалануға да болады. Әсемдік үшін бетіне кез келген жаңғақты осылай үпкіштен өткізіп, бетіне себуге болады.
осымен чак-чагымыз дайын, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына толық сенімдімін. Ас болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.